Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан сіздіңше қалай болу керек? Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанда менің түсінігімде бармақ басты, көз қысты әдет жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтың түбіне балта шаппай бізде ештеңе өзгермейді деп ойлаймын. Аса қауіпті әлеуметтік құбылысқа қарсы мәдениетті қалыптастыру үшін бізге керегі идеологиялық және нормативті құқықтық жағынан дұрыс саясат. Енді жалпы осы уақытқа дейін Қазақстан алдымен экономика, сосын саясат бағытында даму жолын ұстанды. Мен бұның керісінше болғанын қалар едім. Кез келген мемлекеттің саяси курсы, оның ұлттық мүддесі, геосаяси жағдай, қалыптасқан халықаралық қатынастар жүйесімен байланыста болу керек. Яғни саясат арқылы ұлттық мүдде, ұлттық идеология, ұлттық экономика, ұлттық өнеркәсіп қалыптасады. Яғни алдымен саясат, одан кейін барып экономика. Асқар Жұмаділдаевтың қазаққа ақын емес, технократ керек деген әйгілі сөзі бар. Әдемі сөз. Енді тағы бір сұхбатында ұлттық намыс, ұлттық рух деген сөздерді қазақ көп айтады. Алайда бұлардың барлығы технократтық реформа болмай бос сөз болып қалады дейді. Алайда Тынышбек Айбекәкімұлы Асқар Жұмаділдаевқа жауап ретінде технократия арба болса, руханият сол арбаны сүйретуші дейді. Енді бір мысал келтірейін. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Англияның премьер-министрі болған Уинстон Черчиллге қаржы министрі ел бюджетін көрсетеді. Сонда Черчилл мәдениетке бөлінген қаржы қайда деп сұрайды. Қаржы министрі соғыс кезінде қайдағы мәдениет деп жауап береді. Сонда Черчилл, егер мәдениетімізді қорғап қала алмасақ, не үшін соғыс жатырмыз? Яғни айтайын дегенім, әр нәрсе ұлттық мүддеге жұмыс істеу керек деген ойдамын. Енді өзіңіз білесіз, 1 қыркүйекте президенттің жолдауы болды. Ал 3 наурызда президенттің әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу бойынша жарлығы шықты. Алматы қаласы әкімі Ерболат Досаевтың қала тұрғындарымен кездесулерінің түгелін көріп шықты. Тұрғындардың көтерген басты мәселелері іркес-сіркес, иін тірескен құрылыс, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, бау-бақша серіктестіктер мәселелері, жер телімдерін рұқсатсыз басып алу, таза су, канализация және тағы басқалар. Енді жалпы 30-қа енгіміз келсе, әлеуметтік стратификация жүйесіндегі бай мен кедей ішінде орталық орын алатын қабат орта тапты көбейту керек. Мен мына нәрсені айтқым келеді, жалпы билік халыққа жақын болатын болса, халық өз-ақ бағыт беріп отырады. Мысалы, көп қабатты үй салған кезде айналасында халықпен мысалы абаттандыру бойынша ақылдасу керек. Емхана, көлік тұрағы, аулалардағы спорт алаңдары керек пе, мектеп тағысын тағы. Балабақша болсын. Енді жалпы жаңа Қазақстандағы ұлттық идеология ең алдымен тілге негізделу керек деген ойдам. Путинге айтып қоям дейтін қазақтар көбейе түспесін десек, ақпараттық майдан қауіпті майдан ғой. Ресей телеарналарының хабар таратуын тоқтату қажет. Өткен бір сұхбатымда айтқан едім, түсіндіру жұмыстарымен айналысатын телевизиялық бағдарламалардың қатарын көбейту бойынша. Нені түсіндіреді? Ұлтқа қажет дегеннің барлығын түрлі сала бойынша пікірталастар, сұхбаттар, деректі фильмдер және тағы басқалары арқылы. Мысал келтіре кетейін, нені түсіндіреміз деген кезде. Мысалы, қазақша оқитын мектептерде 1-ші сынып оқушылары тек қазақ тілін меңгеретін болды. Осының артықшылығын халыққа айшықтаған жөн. Тіпті қазақша білмесең адам болмайсың деген сияқты түсінікті де жетеріне жеткізіп тұрып айту керек.